Алашордалықтарды сатқан сырттан келген жау емес, өз ішінде сұр жыландар. Ұлт мәртебесінен жеке басты жоғары қойып, домалақ арыз жолдай берген. Әңгіме Мағжан Жұмабаев жайлы. Жоқ, ол ешқандай сатқындық жасамаған. Керісінше сатқындық ең көп көрген ақын. Әсіресе Сәбит Мұқановтан. Кәдімгі біздің классик жазушымыз Сәбит Мұқанов. Мағжан оған жастайынан көмектесіп, қамқор болып, ілім ғылымды үйретсе, досының жасағаны мынау. Нақты дәлелге көшейік. Мағжан танушы Бақыт Қамал Қанарбаева деген өте білімді ғалым бар. Қанарбаеваның сұхбаты біраз дүниеге нүкте қойды. Ол бірнеше сатқынның түрін түстеп, есімін атады. Мағжанды сатқандардың бірі Әбділда Тәжібаев деді. Мағжанды құртуға бас болып, 8 адамға қол қойғыздырып, ақынды КГБ-ға берген. КГБ-ның ақтауға бола ма деген сауалына жоқ, ақтауға болмайды. Мұның өлеңдері тұнып тұрған бәле саясат. Өзі эротиканы күшті жазады. Оның үстіне әлделе өлім әлделе деп өлімді насихаттайды деген желеулермен қайта жаптырып тастаған. Осы кезде Олжас Сүлейменов, Мұрат Әуезов бастаған Мәскеудегі жас тұлпар ұйымының мүшелері Алматыға келіп, Мағжанның әйелі Зылихадан ақын шығармаларын алады. Машинкамен 20 экземплярын алып, жасырын таратады. Мұқағалилар сонда барып Мағжанмен танысады. Соның әсерінен Мұқаң «Оятайық ақынды» деген өлең жазады. Ағалар, Мағжанды ақтауға көмектесіңдер деген сөз ғой. Ағалар қайдан тыңдасын? Егер Мағжанды оятса, портреттердің орны ауысады ғой. Өздерінің орнына Мағжандар келеді. Әбділда Тәжібаевтың «Портреттер» деген шығармасы бар. Ол портреттер келгенде біз ығысамыз деген ой бар әлгі шығармасында. Расында солай болды, деді сұхбатында. Әрі қарай кеттік. Уақыт өткен сайын ақиқаттың беті ашылып жатыр. Жоғарыда аталған фамилиялардың барлығы елге таныс белгілі тұлғалар. Тағы кім сатты? Мағжанды түрмеге тоғытқан кім? Ғалым әрі қарай фамилияларды тізіп қана қоймай, нақты дәлелмен сөйлейді. Мағжанның айналасында көрсетушілер көп болды. Ең бірінші түрмеге салған кісі Тарбағатайдың тумасы, бұрынғы Қарой, қазіргі Қарасу ауылында туған Көлбай Төгісов. Сол кісі ақынды 1918 жылы түрмеге салып, 6 ай ұстаған. Ән атам, мін атам деп отырған. Солшыл эсерлер деген партия болған. Көлбай Төгісов соның мүшесі екен. Мағжанды жанындағы 2 адаммен ұстап отырғанда, Ресейден қашқан адмирал Колчак омбыға келеді. Сол кезде Колчакқа Алихан Бөкейханов телеграмма салады. Андағы жерден қазақтың ақыны Мағжан Жұмабаевты шығарып алыңыз. Ал Көлбай Төгісовті орнында атып тастаңыз дейді. Көлбай қашады. Оны артынан қуып жүріп атады. Көлбай Төгісов Алихан Бөкейхановтың басына 10.000 рубль, Ахметтің басына 3.000 рубль тіккен. Көлбайдың көзін қазір құртпаса, кейін өздерін өлтіретін еді.